Алғыстың бәрі дәрігерге. Расында да дәл қазіргідей ел басына күн туған сәтте күн түндемей бала шағасынан жырақта жұмыс істеп жатқан дәрігерлердің еңбегі ерең. Медицина қызметкерлерінің мерекесі қарсаңында қазақ елі ақ халаттыларға алғысын жаудырып жатыр. Бізде ақ халатты абзал жандарды кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Әрине, жаман індетпен күрес кезінде өз өмірін қауіпке тігіп, биылғы мерекесіне жете алмай қалған медицина қызметкерлерін еске алуды ұмытпау мақсатында тілшілеріміз арнайы сюжет жасады. Көрейік. Олар әлемді есеңгіреткен індет басталғалы үй көрмеді. Олар бала шағасынан жырақта 5 қабат қорғаныш костюмін 5 сағат бойы үстінен тастамай жанкешті еңбек етуде. Олар жандарын шүбірекке түйіп, вирусты больницадан шыққанда да үйлеріне бара алмайды. Себеп қауіпті індетпен алысқан ақ халатты да айналасына қауіпті болды. Баласымен телефон арқылы ғана тілдесе алатын дәрігердің жұмысы дәл қазір тым ауыр. Қызметінің қауіпті екенін білсе де бас тарта алмағандардың алды ажал құшты. Алматыдағы жалпы клиникалық ауруханада лифтер болып жұмыс істейтін Ғайни Әміреевадан аурухана ақ халаттылары жаппай вирус жұқтырып алған сәтте алғашқылардың бірі болып жұқпалы аурудың оң нәтижесі анықталды. Вирус медицина қызметкерінің өміріне қол салды. Ол жақындарына сол күйі оралмады. Не переживай, говорит, басын көтеріп жүр болды. Мені, говорит, ауылға, говорит, көмбе, мені, говорит, басқа жаққа апарып жерлейсің деп болды. Человек просто чувствовал свою смерть и все. Жақынына жете алмаған күйі көз жұмған медицина қызметкерінің бірі Алматыдағы жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі Мырзахан Сейітқасымов. Шақырту кезінде науқастардан коронавирус індетін жұқтырып, ауруханаға жатқан азамат сол күйі 2 қызы мен әйеліне оралмады. Небәрі 44 жасында Мырзахан Сейітқасымов қайтыс болды. Артында 2 кішкентай қызы қалып тұр. Келіншегі қаншама пландары бар етін, осы жұмыс болмағанда ол ауырмайтын еді. Жанын шүберекке түйіп, жанкешті жұмыс кезінде тағы бір жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі қайтыс болды. Қаншама ақ халатты жұмысы барысында індет жұқтырып, ауруханада жатыр. 4 адам қазіргі кезде сол больницада жатыр. Олардың жағдайлары, конечно, оларға алдында немен түсті, тяжелый болып түсті да, енді қазір енді Алла бұйыртса жақындап кішкене бері қарап қалды. Бір өзіміздің арамызда жүрген әріптестеріміздің арасынан осы міне 3-4 күннің арасында міне осы бір неміз водителіміз қайтыс болды. Тікелей жұқпалы аурухана статусы болмаса да бір ғана Алматы жалпы клиникалық ауруханасында 136 дәрігер, 219 медбике, 129 санитарлық қызметкер, аурухананың тағы 32 жұмысшысы коронавирус індетін жұқтырған. Ал елдегі ақ халаттылардың жалпы саны соңғы уақыттары ресми түрде айтылмайтын болды. Бірақ бір нәрсе анық, ковид жұқтырып ауруханаға жатып шыққан қаншама медицина қызметкері қазір елдегі індетпен күрес жұмысына қайта жұмылдырылды. Олар қауіпті қызметіне қайта қосылды. Ирина Советшаңыз, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.